Katыгез түрмедегі әділет пен билік үшін күрес. Арман үшін бәрі бір күнде өзгерді. Ол жай ғана қарапайым өмір сүріп жүрген жігіт еді. Бала күнінен спортпен айналысып, өз ісіне адал, жақындарына қамқор болатын. Бірақ бір сәтсіз күн оның тағдырын күрт өзгертті. Кешкі уақытта ол үйіне қайтып келе жатқанда, артынан екі қара көлік пайда болды. Қарапайым такси немесе байлардың көлігі деп ойлады, бірақ жүрісі бір түрлі. Артынан қалмай, соңынан еріп келеді. Бір кезде көліктер кенеттен алға шығып, жолын кес-кестеді. Арман бір сәтке тоқтап, артқа шегінбекші болған, бірақ дәл сол кезде екі маска киген адам оны ұстап, есінен тандыратын бірдеңені ескетіп, көлікке сүйреп кіргізді. Оянғанда қараңғы бөлмеде отыр екен. Қолдары байланған, аузында қалың шүберек. Алдында үстелде тапанша мен кейбір құжаттар жатты. Бір кезде есік ашылып, қымбат костюм киген ер адам кірді. Тыңда жігітім, сен қазір мойындауға тиіссің. Анау кәсіпкердің өлімі сенің қолыңнан болғанын айтасың. Бәрі сенің кінәң екенін мойындайсың. Әйтпесе бұл жерде өлесің. Арман не болғанын түсінбеді. Ол ешкімді өлтірмеген еді. Бірақ дәл қазір оның тағдыры әлдекімдердің қолында екенін ұқты. Ол мойындамайтынын айтты. Бірақ бірнеше сағаттық ұрып соғу, суық суға батыру және психологиялық қысымнан кейін оның төзімі таусыла бастады. Сот ұзаққа созылмады. Кінәсі дәлелденді деп, оған 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Арман әділет іздеді, адвокаттар жалдады, бірақ жүйе оны әлде қашан қылмыскер етіп шешіп қойған еді. Бір аптадан кейін оны қара қабырға деп аталатын елдегі ең қатаң режимдегі түрмеге жөнелтті. Бұл түрмеге тек ең қауіпті қылмыскерлерді қамайтын. Мұнда адам бір рет кірсе, қайта шықпайды деген сөз бар еді. Арман түрме қақпасына жақындаған сайын жүрегіндегі ашу ыза арта берді. Ол әділетсіздік құрбаны болды. Бірақ бұған көнбейтінін, бұл жерден әділдік орнатып шығатынын іштей сезді. Оның нағыз күресі енді басталды. Қара қабырғадағы бірінші күн. Арманды ескі көлікпен түрме қақпасына алып келді. Қара қабырғаның сұсты сұрғылт қабырғаларына қарап тұрып, оның жүрегінде бір сәтке үрей пайда болды. Бірақ ол өзін тез жинады. Қазір әлсіздік көрсетуге болмайды. Қақпа ашылды, ішінен қарулы күзетшілер шығып, оны сүйреп алып кірді. Түрменің ішіне аяқ басқан сәтте ауыр темір есік гүрс етіп жабылып, Арманның бостандықтағы өмірі ресми түрде аяқталғандай болды. Қабырғаларда уақыттың ізі қалған. Түксиіп тұрған тұтқындар, кірлеп кеткен бетон қабырғалар, шынжырдың сылдыры бұл жердің шынайы келбетін көрсетті. Жаңа қонағымыз келді, деп айқай салды бір күзетші. Арманды итеріп, ары қарай алып барды. Түрменің ішінде ерекше бір атмосфера бар еді. Бұл жерде тек заңға бағыну жеткіліксіз, мұнда тірі қалу үшін күресу керек. Ескі пахан. Қанат кенеттен Арман ұзын үстел басында отырған адамды байқады. Ол Қанат еді. Бұл түрменің басты билеушісі пахан. Оны ешкім түрмеде отырған адам деп айтпас еді. Ол өзін патшадай ұстайтын. Оның алдында бір топ адам, көбі бұрыннан бұл жерде отырғандар. Қанаттың денесі толық, жасы 50-ді алқымдаған, бірақ көздерінде әлі де қуат бар. Оның жүзіне бір қарағанда ақ бұл адамның қатыгез екенін түсінуге болатын еді. Ол күлген кезде де оның көздері мұздай суық көрінді. «Мынау кім?» деді ол жуан дауыспен. «Жаңа бала», деді күзетшілердің бірі. Қанат Арманға қарап көзін сығырайтып, «Ереже білесің бе?» деді. «Ережені өзім үшін жасаймын», деп жауап берді Арман. Отырғандар бір сәтке үнсіз қалды. Бұл сөздің мағынасы терең еді. Түрме заңы бойынша жаңа келгендер әдетте сыпайы болуға тырысады, ал Арман бірден өзін танытты. Қанат күлді. «Мынаның тісі бар екен. Жарайды, сенің қандай адам екеніңді уақыт көрсетеді. Бірақ қара қабырғада өз ережеңді орнатқың келсе, алдымен тірі қал». Бірнеше адам Арманға жақындап, оны өз камерасына қарай итерді. Бірінші қақтығыс. Арманды камераға кіргізгенде, оның қасында тағы екі тұтқын отырды. Олардың бірі арық, жүйкесі жұқарған жігіт, ал екіншісі кең иықты, бірақ көздері шаршаған үлкен еркек еді. «Жаңа бала, сен көп сөйлеме. Мұнда артық қимылдың қажеті жоқ», деді толық жігіт. «Кешір, бірақ мен бұл жерде жай отыру үшін келген жоқпын», деді Арман. Осы сөздерден кейін бөлмеде үнсіздік орнады. Бірақ көп күттірмей-ақ камераның темір есігі тарс жабылып, ар жағынан екі үлкен тұтқын кіріп келді. Олардың көздерінде жек көрушілік тұрды. «Қанаттың сәлемі бар, балақай. Біз жаңа келгендерді қарсы алудың ерекше тәсілін білеміз», деді олардың бірі.
Олар Арманға қарай жақындай бастады. Бірақ Арман бірінші болып әрекет жасады. Ол біреуінің қолын бұрап, екіншісін қабырғаға итеріп жіберді. Бірнеше секундтық төбелестен кейін екеуі де жерде жатты. Қара қабырғаның барлық бұрыштарында бұл оқиға тез тарады. Жаңа бала қарапайым тұтқын емес. Ол бірден өзін көрсетіп үлгерді. Бұл тек бастамасы еді. Арманның алғашқы күні түрмедегі қалыпты өмірдің қаншалықты қатал екенін көрсетті. Қанаттың жіберген адамдары жеңіліс тапса да, бұл тек бастамасы екенін білді. Мұндай жерлерде ескі билік өз орнын оңай бере салмайды. Түрмедегі тұтқындар бұл оқиғаны тез талқылай бастады. Жаңа бала Қанаттың адамдарын ұрып тастады. Деген сыбыр сөздер камералар мен дәліздерді аралап өтті. Кейбіреулер бұл ақымақтық деп есептеді, ал кейбіреулер Арманға қызығушылықпен қарай бастады. Қанат бұл туралы тез естіді. Кешке жақын түрменің жалпы бөлмесінде Қанаттың оң қолы саналатын Дәурен есімді адам келді. Ол арық, бірақ көздері өткір, мұқият адам еді. Ол ешқашан бірден шабуыл жасамайтын, алдымен жағдайды бақылап, содан кейін ғана әрекетке көшетін. Сен Қанаттың адамдарын соққыға жықтың, деді Дәурен Арманға жақындап. Өзімді қорғадым, деп салқын жауап берді Арман. Бұл жерде қорғау деген болмайды. Мұнда не Қанатқа бағынасың, не оған қарсы шығасың. Басыңмен ойла, жігітім. Арман үндемеді. Ол түрмеде достың аз, жаудың көп екенін жақсы түсінді. Бірақ бір нәрсені білді. Ол бұл жерде ешкімге бағынбайды. Қанаттың шақыруы. Кешке қарай Арманның камерасының есігі ашылып, күзетшілер келді. Қанат сені шақырып жатыр. Көп ойланбастан Арман оларға ілесті. Ол қарсы шықса, жағдай қиындайтынын білді, сондықтан алдымен Қанаттың өзін көру керек деп шешті. Оны түрменің арнайы бөлмесіне әкелді. Бұл жер Қанаттың кеңсесі сияқты еді. Ішінде үстел, бірнеше орындық және екі күзетші тұрды. Қанат жайбарақат отыр, қолында темекі. Ол Арманға салқын көзқараспен қарады. Сен басқалар сияқты тізе бүге салатын жігіт емессің, деді Қанат жымиып. Мен әділетсіздікке төзбеймін, деді Арман. Әділет? Қанат күліп жіберді. Бұл жерде әділет жоқ, жігітім. Бұл жер тек күштілердің мекені. Әлсіздер өледі, ал ақылдысы өмір сүреді. Мен саған соңғы рет мүмкіндік беріп отырмын. Менің қол астымда жүресің, немесе бұл түрме сені жұтып қояды. Арман аздап ойланғандай кейіп танытты, бірақ жүрегі дүрсілдеп тұрды. Ол жауап беруі керек еді. Мен сенің жолыңмен жүрмеймін, Қанат. Сенің билігің әлсіздерді қорлауға негізделген. Бірақ мен әлсіздерді қорғаймын. Егер мен бұл жерде қалсам, сенің дәуірің аяқталады. Бұл сөзден кейін бөлмеде үнсіздік орнады. Қанаттың жүзі сәл өзгеріп, темекісін күлсалғышқа басты. Дәурен, бұл баланы дұрыстап қарсы алыңдар. Бірақ абай болыңдар, оны өлтірудің қажеті жоқ. Әзірге. Осы сөзден кейін Арманды дәлізге алып шықты. Бірақ ол жақсы білді. Қанат оны жай қалдырмайды. Бұл оның түрмедегі ең алғашқы ашық соғысы еді. Келесі күні оның өмірі түбегейлі өзгере бастады. Қанаттың қаһары. Қанатпен кездескеннен кейін Арман түрмеде еркін жүре алмайтынын білді. Оның соңынан аңдып жүргендер көбейді. Әрбір бұрышта оған тесіліп қарайтын күлкті көздер пайда болды. Бірақ Арман да қарап жатпады. Ол кімнің дос, кімнің жау екенін анықтау керек екенін түсінді. Кешкі ас кезінде ол арнайы дайындалғанын сезді. Тамақтың дәмі сәл өзгеше еді. Бір қасық алып аузына салған сәтте ішінен бір түрлі күйік сезінді. Арман табағын шетке ысырып, қасына отырған арық жігітке қарады. Бұл тамақты бәріне бере ме? Жоқ, тек саған ғана. Демек, Қанат оны өлтіру үшін тамағына у салдырған. Бірақ Арман оның әдістерін түсінді. Ол ашық күреске шықпайды, тек көлеңкеде тұрып әрекет етеді. Ол дәл осы сәттен бастап бір нәрсені түсінді. Оның жалғыз күресе алмайды, оған одақтастар керек. Алғашқы одақтастар. Түрмеде өмір сүру үшін екі нәрсе маңызды. Бірін күшті болу, екі сенімді адамдармен одақ құру. Арман камераға оралғанда, қасында бұрыннан отырған екі тұтқын оған қарады. Бүгін сенің тамағыңды улады, ертең пышақ сұғып кетуі мүмкін, деді кең иықты, бірақ шаршаңқы көрінетін адам. Сенің атың кім? Деп сұрады Арман. Бекзат. Мен бұл жерде 5 жылдан бері отырмын. Ал сен? Деп арық жігітке қарады. Аты жөнімді айтпай-ақ қояйын, бәрі мені сұр мысық деп атайды. Арман басын изеді. Мен сендерді байқап жүрмін.
Сендер бұл жерде әділетсіздікті көріп, үндемей келесіңдер. Бірақ сендер Қанаттың әділетсіз билігіне қарсысыңдар, солай ма? Екеуі үнсіз қалды. Бірақ олардың көздерінен Арман не ойлап тұрғандарын көрді. Егер біз бірігетін болсақ, бұл түрмеде жаңа заң орнатамыз. Бірақ мен тек күштілерді іздеймін. Сендер дайынсыңдар ма? Бекзат ауыр күрсінді. Мен сенің жолыңды қолдаймын. Бірақ Қанатпен күресу оңай емес. Ол бүкіл түрмені бақылауда ұстап отыр. Оның адамдарын жеңгенмен, оны орнынан құлату үшін көбірек адам керек. Бұл менің міндетім, деді Арман. Мен тек менімен бірге болатын адамдарды іздеймін. Сұр мысық күлімсіреді. Демек, бұл ойын қызық болайын деп тұр ғой. Мен сеніменмін. Қарсы соққы. Келесі күні түрмеде қалыпты өмір жалғасты. Бірақ Арман алғашқы соққыны бірінші болып жасағысы келді. Қанаттың адамдарын зерттей келе, Арман түрме ішінде ақша жинайтын екі жігіттің барын білді. Олар басқа тұтқындарды бопсалап, ақша мен азық түлікті жинап отыратын. Түнгі уақытта Арман мен оның адамдары екеуін дәлізде ұстап алды. Бұдан былай сендер ақша жинамайсыңдар. Бұл түрме Қанаттың ережесімен емес, жаңа заңмен өмір сүретін болады, деді Арман суық дауыспен. Сен кімсің, бізге бұйрық беретін? Деп мазақ қылып күлді жігіттердің бірі. Арман жауап берместен, оны қабырғаға соқты. Менің атым Арман, мен бұл жердегі әділеттілікті орнатамын. Олар енді қарсы шыға алмады. Арманның күшін сезген соң, олар үнсіз қалды. Бұл оқиға бүкіл түрмеге тарады. Қанаттың билігі әлсірей бастады. Қанатты қарсы соққысы. Түрме іші қозғала бастады. Арманның әрекеті түрме ішінде үлкен өзгеріс тудырды. Ол Қанаттың екі жігітін тұқыртып, ақша жинауға тыйым салғаннан кейін, тұтқындар арасында жаңа күш пайда болды деген әңгіме тарады. Көптеген тұтқындар оның әділеттілігі мен батылдығына қызыға бастады. Көпшілігі бұл жерде Қанаттың әділетсіз заңдарынан шаршап біткен еді. Бірақ әлі ешкім ашық қарсы шыға алмаған. Бірақ Қанат бұл жағдайды тыныш қалдырмайтыны анық еді. Қанды түн, кешқұрым Арман өз камерасында отыр еді. Бекзат пен сұр мысық оның қасында. Түрме тып-тыныш болды. Бірақ Арман бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезді. Кенеттен дәліздегі жарықтар сөнді. Бір нәрсе болайын деп тұр, деп сыбырлады Бекзат. Дәл сол сәтте камера есігі айқара ашылды да, ішке Қанаттың 5 жігіті кіріп келді. Олардың қолдарында темір таяқтар мен пышақтар бар еді. «Біттіңдер, иттер!» деп айқайлады олардың біреуі. Бірақ Арман да дайын еді. Ол бір секундта ойланбай бірінші болып шабуыл жасады. Шайқас басталды. Бекзат бір жігіттің қолындағы темірді қағып түсіріп, оның жағын жұдырықпен ұрып жіберді. Сұр мысық өзінің икемділігін пайдаланып, екіншісін жерге құлатты. Арман екі адаммен бірден төбелесе бастады. Біреуінің пышағы бар еді. Бірақ Арман шалт қимылдап, оның білегін бұрап, пышақты жерге түсірді. Одан кейін оның ішіне бір соққы жасап, есінен тандырды. Қалғандар Арманның көзіндегі отты көріп, бір-біріне қарады. «Шегінеміз!» деп айқайлады олардың бірі. Олар дереу дәлізге қашып шықты. Бірақ түрме іші бұл жағдайдан кейін мүлде өзгерді. Қанаттың билігі шайқала бастады. Тұтқындардың таңдауы. Келесі күні түрме ішінде үлкен өзгеріс байқалды. Көптеген тұтқындар Арман жаққа өте бастады. Олар Қанаттың билігі әлсіздей бастады дегенді түсінді. Бекзат пен сұр мысық Арманға қарап, «Енді бізге көбірек адамдар керек. Егер Қанаттың билігін құлатқымыз келсе, бізге үлкен күш қажет». Арман басын изеді. «Біз бұл түрмені өзгертеміз. Бұл жерде әділетсіздік енді болмайды. Түрме енді бұрынғыдай емес». Қанаттың билігі шайқала бастады. Арман мен оның жақтастары күн сайын көбейіп жатты. Енді тұтқындар бопсалаудан қорықпай, Қанаттың адамдарын сыйлаудан қалған еді. Бірақ Қанат бұны жай қалдырмайтын бәрі білді. Ол оңайлықпен өз орнын бермейді. Қанаттың соңғы ойыны. Қанат шайқасқа дайындалып жатты. Ол түрмедегі ең күшті адамдарды жинап, өз армиясын құрды. Күзетшілерге де ақша беріп, жағдайды бақылауға алды. «Бұл түрме менікі, мен оны оңай бере салмаймын», деді ол өз адамдарын жинап. Бекзат Арманға қарап, «Ол бізді бір-бірлеп жойғысы келеді. Біз бірінші қадам жасауымыз керек». «Жоқ, біз күтеміз. Ол өзі бізге келеді». Шайқас уақыты. Түн ортасында түрме дәлізінде аяқ дыбыстары естілді. Қанаттың 20-ға жуық жігіті қараңғыда алға жылжып келеді.
Kolдарында темір кесектер, таяқтар, тіпті пышақтар бар. Олар Арман мен оның адамдары жатқан блокқа кірді. «Бұл сенің соңың, Арман!» деп айқайлады Канат. Бірақ Арман мен оның адамдары дайын еді. Улы шайқас басталды. Түрменің тар дәлізінде қан төгілді. Жұдырықтар, темір кесектер соғылып адамдар құлап жатты. Арман Канатпен бетпе-бет келді. Олар бір-біріне қарады. «Сен әлсізсің, Арман, бұл түрме менікі. Сенің билігің аяқталды». Канат бірінші болып ұмтылды. Ол үлкен денелі болса да, Арманның жылдамдығы жоғары еді. Бірнеше соққыдан кейін Канат тізерлеп құлады. «Бітті», деді Арман. Осы сәтте күзетшілер келіп айқасты тоқтатты. Бірақ түрме енді өзгерген еді. Жаңа заңдар. Канат жалғыз қалды. Оның адамдары оны тастап кетті. Ал Арман енді жаңа түрме заңын орнатты. Енді бұл жерде әділетсіздік болмайды. Әлсіздер қорланбайды. Мұнда тек бір ғана заң бар. Әділдік. Түрме тұтқындары оны қолдады. Арман түрме тарихындағы жаңа дәуірді бастады. Көп айлар өткен соң түрме іші мүлде басқа жүйеге көшті. Канаттың дәуірі аяқталды. Ал Арман әділдік үшін күрескен адам ретінде есте қалды. Керемет оқиға.